Сөйтіп, сол тұста ақырған арыстан мен аюға қарсы тұратын қарымды қауқары бар қазақтың көкжалдары пайда болды. Қос Сабыр Мүсілімұлы мен Махметов, Қаныбек пен Несіпбай, Серік пен Бақыткелділер Нұрғазыұлы Қаныбектің рухына ия Алла, бағыштадық ия Алла. Елбасына екіталай күн туса, атқан оққа кеудесін тосып, тура барған, әлсіздерге қорған болған, астындағы жалғыз атын жаяуға тастап кете беретін Жомартжан Қаныбектің есімі 90-шы жылдар бүкіл Қазақстанға белгілі болды. Шибөрдей басқа ұлттың өкілдері жағы қаптап жүрген кез болады. Ұзынағашта орын алған тамыз оқиғасына түрткі болғанда осы фактор еді. 89-да шығып бастады деймін. Да. Негізі ана оқиға болды ғой, ана чешендерді Ұзынағаштан қуып. Біреу білер, біреу білмес. Ақын Есенқұл Жақыпбековтің "Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі" деген әнінің шығуына осы Қаныбектің ерлігі түрткі болған. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі. 1996 жылға дейін Жамбыл облысында Қаныбектің сөзі жүріп тұрды. Сол өңірдің кәсіпкерлерін қорғаштап, салық та жинады. Ешкімге мойын сұнбады. Ақыры қарсыластарының қолынан қаза тапты. Бетін тұмшалап алған бір топ адам Қаныбекті үйінде отырған жерінде 7 рет атып, жер жастандырады. Сен жанбасаң, мен жанбасам, кім жанады лапылдап. Әр жігіт қолынан келгенін істесе өзінің ауылы үшін. Біздің бүкіл Қазақ Республикасы өзінің дегеніне жететініне мен толық сенемін. Дәл сол уақытта оңтүстікте Сабыр Мүсілімұлының да есімі дүркіреп тұрды. Кез келген түйткілді шешу үшін жұрт Сабырдан ақыл сұрайтын. 90-шы жылдар түрлі қылмыстық топтар онымен санасып отырған. Ол халқының еңсесін көтеру үшін түрлі заңға қайшы әрекеттерге барады. Шымкентті қарасаң, мысалы, көп ақша істейтін склад болсын, заправка болсын, овощной магазин, ет магазиндер болсын, көбісі өзбектер. Олардың столовойлары нелерінде жаңағы ыдыс-жуып, қолын жуып жүрген қазақтың қыздары. Сұрастырып келсем, туысқаның ғой? Қыздар. Өз жерінде өз жейді. Нормальный тірлік істеймін. Олар нормальный тірлік істеу үшін сондай атмосфера создавать ету керек та. Өз елінде өзі қожа екенін сезінетін ол үшін. Жігіттер бірігіп сес болу керек өзі. Сабырдың даңқының асқақтауы қарсыластарына ұнамады. Полицияда оған жиі шүйліге бастайды. Ақыры өз істеріне жауап бермеген үшін 3 жылға темір торға тоғытылады.